Барлықтарыңызға сәлем. Экранда ең удачный панкейк рецептісі. Видеодағыдай барлық ингредиенттерімізді қосып араластырамыз. Осындай сұйықтау масса пайда болады. Дайын болған қамырымызды арнайы кондитерлік мешокқа құйып аламыз, немесе қасықпен құятын боламыз. Басында осылай табамызда майлап аламыз және ең төмен отқа қоямыз. Видеодағыдай мешок немесе қасықпен құямыз. Міндетті түрде баяу отта барынша асты қалың табада пісіру керек. Және де 1 минуттың ішінде үстіңгі жағы жайлап осы видеодағыдай көпіршіктене бастайды. Бұл дегені асты уже пісті деген сөз. Және сол кезде аударамыз. Артқы жағы бірінші алдыңғы жағына қарағанда тезірек піседі. Жайлап қызарған кезде осылай қарап аламыз. Панкейкіміз өте жұмсақ әрі үлпілдек болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Менің каналымнан кез келген керемет рецептерді таба аласыздар. Ал мені жоғалтып алмау үшін міндетті түрде каналыма жазыла кетіңіздер.